Бұл күні біз бабаларымыздың аңсаған армандарына қол жеткіздік. Бұл күні біз азаттықтың ақ таңын атырдық. Бұл күні біз бодандықтан босанып, еркіндікке бет алдық. Бұл күні біз қазақ елі тарихындағы ақ жарылқап сәттің туғанын көріп, шексіз қуандық. Әлемге тәуелсіз ел екенімізді жария еттік. Бұл әрине 1991 жылдың 16 желтоқсаны. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Биыл тәуелсіздігімізге 25 жыл. Осынау 25 жылда ширек ғасырда жеткен елеулі жетістіктеріміз жайында бүгінгі арнайы хабарымызда әңгіме қылмақпыз. 1991 жылдың 16 желтоқсаны. Бұл күнде бар қазақтың кеудесінде болашаққа деген үміт оты тұтанды. Сан ғасырлар суалып, қуарып тұрған бәйтерек қайта гүлдегендей қазақтың рухы қайта жандана бастады. Бұл сонау сақ, ғұн, түркі, қыпшақ замандарынан бері уақыт көшімен бірге жалғасып келе жатқан, ұзаққа созылған ұлан жолдардың табанында мың өліп, мың тірілген халқымыздың арман тілектері орындалған аяулы күн. Осыдан 25 жыл бұрын азаттықтың ақ таңын атырған қазақ елі дәл осы алаңда тәуелсіздіктің отын тұтатқан еді. Содан бері мінекей ширек ғасыр өтіпті. Дәуір дүрмегімен қарасаң, қас-қағым сәт. Бірақ тәуелсіз елім, егемен жерім осынау жылдардың ішінде ғасырға бергісіз жолдардың жондарымен жүріп өтті. Қаншама елдер азаттығын ала алмай, тәуелсіздігін таныта алмай жатыр. Ал қазақ елін бүгінде әлем таниды. Танып қана қоймай, тамсанып та қарайды. Тәуелсіздіктің әрбір қазақстандыққа, әрбір қазаққа, әрбір ұлттың өкіліне берген үлкен бір ұлы байлығы бар. Ол сана еркіндігі, рух азаттығы, жан дүниенің бостандығы. Себебі кешегі кеңестік дәуірде әкімшілдік, әміршілдік жүйеде үлкен мен кішінің ортасында, қызметкер мен басшының ортасында, ұстаз бен шәкірттің ортасында көзге көрінбейтін психологиялық перде болатын. Мына еркін сөйлеу, еркін пікір білдіру сияқты нәрселердің бәріне тоқтау салынды. Яғни қорықпай өзінің пікірін айтатындай ондай мүмкіндіктер болған жоқ. 10 мыңнан да аса халық ұлт болса, бар болғаны 200-дей ғана мемлекет екен. Яғни қалған халықтардың өзінің я мемлекеті жоқ, я мемлекетінің өзінің саяси билігі өз қолында емес, басқаның қолында деген сөз. 25 жыл, 25 жас. Адам өмірмен салыстырғанда тепсе темір үзетін жалындаған жігіттік шақ. Бұл уақыттар ішінде мемлекет тұрмақ бір адамның басында сан түрлі жағдайлар орын алып жатады. Ал біздің тәуелсіз елдің жүріп өткен жолдары, басынан кешкен оқиғалары, бағындырған белестері мен жеткен жетістіктері өте көп. Түптеп келгенде соның барлығының да өзіндік орны, өзіндік бағасы бар. Әрбір күнімізді тарихи күндегі болады. Тыныштықпен өткен, жасампаздықпен өткен, халықаралық достарды сыйлау, құрметтеу өткен біздің әрбір күніміз тарихи күн. Әрине оның ішіндегі айтулы тарихи күндер бар. Айтулы. Кәдімгі біздің қазіргі кездегі тарихымызда былай жарқын болып саналатын. Әрине ол мен айтқан болар едім, біздің 25 жылдық тарихымыздағы ең маңызды оқиға нөмірі біріншісі ол тәуелсіздік жарияланған күн. Жаңадан дүние есігін ашқан егемендігіміз ертегі батырларындай жылдам есие түсті. Оған алғаш рет ықпал еткен нәрсе әлемнің бізді тәуелсіз ел деп мойындауы болды. Осыдан кейін еліміз ат қойып, айдар таққан баладай өзінің тарих сахнасындағы есімін жаңғыртып, Қазақстан Республикасының рәміздерін бекітті. 1992 жылы жаңа рәміздерге байқау жарияланды. Оған ұсыныстар өте көп түсті. Тудың 1200, елтаңбаның 245, әнұранның 750 нұсқасы ұсынылды. Солардың ішінен іріктеліп 4 маусым күні қазіргі туымыз, елтаңбамыз, әнұранымыз ресми түрде қабылданды. Кейіннен 2006 жылы әнұранға өзгертулер енгізіліп, жаңаша түрдегі нұсқасы жарияланды.
Тәуелсіздік алғаннан кейін қол жеткізген елеулі де ерекше жетістіктеріміздің бірі ол шекарамыздың шегенделуі. Бұрын Ресейдің құрамында болып, нақты қадамдар жасай алмаған едік. Ал тәуелсіздігімізді алған тұста бабамыздың қаны, аналарымыздың жасы тамған Алтай мен Атыраудың арасындағы ұлан ғайыр мекенімізді заңды түрде иеленіп, қазығымызды қағып алуға мүмкіндік туды. Қазақстанның осы ширек ғасырдағы екінші үлкен жетістігі қазақ елінің Қазақстанның көрші мемлекеттерменен шекарасын бекітіп, соны заңды түрде құжаттап, соны кәдімгі делимитация жасап, осының бәрін жөнге келтіріп алуы. Ал осындай нәрселердің жасалмауы салдарынан ТМД елдерінің бірқатарлар үлкен зардап шекті, агрессияға ұшырап жатты. Ал Қазақстанның 15.000 шақырымдық үлкен шекарасы, соның ішінде Ресей еліменен, Қытай еліменен ұзын 6.000-7.000 шақырымдық шекараларының бәрін мына көрші Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан елдеріменен шекараларын бекітіп алуы бұл шын мәнінде үлкен жетістік. Көш жүре түзеледі деген дана халқымыз. Көшімізді түзеп, санымызды арттыру үшін ел басшылары шетте жүрген қандастарымызды отанға оралту жағын ойластырыпты. Сол 92-нің тамыздың соңы 42-тің басында алғаш рет әлемге шашырап кеткен қазақ ұлтының өкілдері Алматыда тұңғыш рет бас қосты, құрылтай болды. Сондағы әрбір қазақтың көтеріңкі көңілі, еңкейген кәрісінің еңбектен баласына дейінгі бір асқақ мінезі, татулық, бірлік, қауышып көрісу, бір аспанды төңкеріп тастағанда аспанды көтеріп тастаған ұрық болды. Бұл қайталанбас құбылыс еді ол. Дүниені дүр сілкіндірген бір күн деп, онда көрген көрініс оны айтып жеткізу мүмкін емес. Яғни ұлттық ұрықтың оянуы, қазақтың қазаққа деген махаббатының қайта оянуы, достықтың, туыстықтың тамырының қайта жалғасуы сол сәтте қатты көрінген тұғын. Енді сол құрылтай шындығында біздің жан-жақтағы қазақтардың өзімнің отаным бар, мені қабылдайтын, мені қолдайтын жұртым бар деген ішкі сенімін оятып жүрді. Өзбекстаннан, Қарақалпақстаннан, Қытайдан, жаңағы Ресейден қандастарымыздың жаңағы ұйымдасқан түрде көшуі, елбасының сол шетелдегі қазақтарды жаңа ашық түрде өзінің отанына оралуға шақыруы, осының арқасында жаңағы 1 миллионға жуық қандастарымыздың келуі бұл шын мәнінде үлкен оқиға. 1991 жылдан 2016 жылға 1 қаңтарға дейінгі кезеңде 261.104 отбасы, яғни 957.772 этникалық қазақ тарихи отанына қайта оралды. 1 миллионға жуықтаған қандастарымыз бұл күнде еліміздегі тұрғындардың жалпы санының 5,5% құрады. Әлем сахнасына шығып, тәуелсіз Қазақстан болып таныла бастадық. Егемендігімізді өзге жұрттар мойындады да. Бірақ алдымызда бітіргенімізден қарағанда бітіретін шаруаларымыз шаш етектен келіп жатыр еді. Енді әлемге біз тәуелсіз елміз деп жар сала бергеннен гөрі, тәуелсіз ел ретінде тіршілік ете алатынымызды дәлелдеу керек болды. Білікті басшының, көреген саясаткердің арқасында еліміз бұл сыннан да сүрінбей өтті. Бұл кезеңдерде айтып өтетін ерекше жетістігіміздің бірі ол төл теңгенің торға мінуі еді. Қазақстан Республикасының Конституциясы және жоғарғы кеңестің маған берген өкілеттігіне сәйкес мен 15 қараша күні сағат 8-ден бастап елімізде ұлттық валюта теңгені енгізу туралы жарлыққа қол қойдым. Осы сәттен бастап тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасуы менен дамуының жаңа, шын мәніндегі өзгерістер кезеңі басталады. Мұндай оқиға әр елдің тарихында тек бір-ақ рет болады. Биыл ұлттық теңгенің пайда болғанына 23 жыл. Осыншама жылдар ішінде төл ақшамыз бүкіл дүние жүзіне танылып үлгерді. IBNS аталатын халықаралық банкнот қауымдастығы теңгені әлемдегі ең көрікті валюта екенін бірнеше жыл қатарынан мойындады. Еліміз тәуелсіздігін алғаннан кейін өзіндік жолы пайда болды. Бірақ ол қазіргідей даңғыл жол емес, сан түрлі соқпақтарымен жүрген жолаушыны сүріндіретін қиыншылығы мол жол еді. Бұл кезде егемен ел үшін басты нәрсе жаңа конституцияны бекіту керек болды. Әрбір тәуелсіздік өзіңіз қорғай білу керек, арына болу керек.
Сондықтан да 92 жылы 7 майда Қазақстанның қарулы күштері құрылды. Одан кейін арғы сенеді құқықтық неңді реттеуін керек. Соған байланысты 93-тің қаңтарында тәуелсіз елдің тұңғыш конституциясы қабылданды. 130-дан астам ұлт пен ұлыстың ортақ бір шаңырағына айналған қазақ ел үшін Қазақстан Халықтар Ассамблеясының алатын орны ерекше. 1995 жылдың 1 наурызынан бастап құрылған ассамблея осы күнге дейін осынау достық үйінде өз жұмысын жүйелі түрде атқарып келеді. Елбасымыздың даналығымен 2015 жылды ассамблея жылы деп есептеді. Сол жылды бергеннен кейін ассамблеяның атқарған қызметінде, ассамблеяның істеген ісінде, ассамблеяның жетістігінде сол көзде анық елдің көзі жетті. Ассамблеяның шын мәніне келгендегі еліміздегі бірлікті, тұтастықты, бейбітшілікті, бір-бірімізбенен келісімді, тұтастықты сақтаудағы рөлінің мәні де маңызы да зор. Қазақстан тәуелсіздігінің алғашқы жарты жылдығында Астананы Алматыдан Ақмолаға көшіру туралы мәселе көтерілді. Ал ресми деңгейде бұл бастама 1994 жылдың 6 шілдесіндегі Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың республиканың жоғарғы кеңесінде сөйлеген сөзінде мәлімделді. Депутаттар президент идеясын қолдады. 1995 жылы 15 қыркүйекте мемлекет басшысы Астананың Ақмолаға көшірілу туралы жарлық шығарды. Сол жылдың 28 қыркүйегінде үкімет оған мемлекеттік мекемелерді орналастыру комиссиясын құрды. Мына демографиялық ахуалды ескеретін болсақ, мына еліміздің ішіндегі ұлтаралық қарым-қатынастарды ескеретін болсақ, жаңа солтүстікке қазақ ұлтының неғұрлым көбірек қоныстануы, сол шекаралық аймақтарға барып бекініп, сонда тұрақтап қалуы біздің еліміз үшін өте маңызды. Осы тұрғыдан мемлекеттің жаңағы астанасының Алматыдан Ақмолаға көшуі, кейін оған Астана атауының берілуі, Астана құрылысының қарқын алуы нәтижесінде бүкіл еліміздегі құрылыс саласының жедел дамуы және ондағы құрылған еркін экономикалық аймақтардың көмегі арқылы жаңағы шетелдерден инвестиция тартудың мүмкіндіктері бұл бізге өте үлкен пайдалар әкелді деп ойлаймын. Тәуелсіздік жас ұрпаққа тағдырдың тартқан сыйы. Ұрпағым деп өтіп кеткен ата-бабаларымыздың аңсаған ақ тілегі бұл. Осынау 25 жылда тәуелсіз Қазақстанның өр ұландары өзіндік жаңаша сипатта қалыптасып келе жатқан елде өсіп келеді. Бүгінгі жеткіншек ертең аға буынға айналады. Сонда қоғамның тізгіні өз ұстаушысына бұйырады. Мұның бәрін ескерсек, жастарымыздың тәуелсіздіктің тағдыры үшін алатын маңызы зор. 16 желтоқсан барлық қазақ ел үшін үлкен қуаныш. Бұл күнде Қазақстанның әрбір жерінде, әрбір мекемесінде түрлі іс-шаралар ұйымдастырады. Соның бірі Алматы қаласы 167 мектепте ұйымдастырылған Қазақстан шежіресі Қазақстан тәуелсіздігіне 25 жыл атты ашық тәрбие сағаты екен. Оған куә болып қайттық. Әжетай, жұмысшы. Мен түс көрдім. Түсімде жап-жарық күнді көрдім. Мен көп түс көрдім. Балам, ол сенің бақытың, тәуелсіздіктің мәңгі жарық күні. Осы қуанышымыз ұзағынан болсын деп тілейік. Ендеше мен достарымнан, ұстаздарымнан, жора-жолдастарымнан сүйінші сұрайын. Бара, ой балам. Алақай, сүйінші, тәуелсіздікті аңыратты. Біздің еліміз енді тәуелсіздік алғаннан кейінгі білім саласында өте көп өзгерістер болды. Соның бірі мына біздің қазіргі жастарымызға ерекше көңіл бөлініп жатыр ғой. Балаларға халықаралық олимпиадаларды айтар едім, халықаралық ғылыми жоба жарыстарын айтар едім. Балаларымыз сол шет мемлекеттерге барып, басқа да мемлекеттің балаларымен тең дәрежеде олимпиадаларға қатысып, жоба қорғап, жетістіктерге жетіп жатыр. Жалпы тәуелсіздік алғаннан бері Қазақстан әртүрлі жетістіктерге жетті. Ол атап өтетін болсақ, ұлттық валютамыздың шығуы, ата заңымыздың қабылдануы, ассамблеяның құрылуы. Тоқтар Әубәкір ағамыздың ғарышқа ұшқанын айтсақ болады. Одан соң өзіміздің төл теңгемізді бекіттік және шекарамызды нығайтып бекіттік. Тәуелсіздік бізге ең бірінші бір шаңырақтың астында бірігуді, ұлттық идеяны сыйлады деп ойлаймын. Және де осы дамыған 50 мемлекеттің қатарына кіріп жатыр. Айтар болсақ, дүниежүзілік сауда ұйымына кіруіміз осы жақында бір жыл ғана болды. Соның өзі үлкен жетістік деп санаймын. Қандай да болмасын бір биікке көтерілу үшін оған күш-қуат, қажырлылық,
талмас еңбек қажет. Ал кері қарай бет бұрып түсіп кетсек, оның еш қиындығы жоқ. Біз қазір сәл ғана биіктеу орналасқан көпір баспалдағының өзіне ентігіп әзер шығып келеміз. Ал осы 25 жылда дәл осы көпір баспалдағына көтерілгендей, тәуелсіздіктің, егемендіктің баспалдағында толағай табыстарға қол жеткіздік. Ал оны бағалай білмесек, қадірлей білмесек, төмен қарай түсіп кетуіміз де ғажап емес. Қолда бар алтынымызды қадірлейік. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, егемен еліміз ғұмырлы болсын. Тәуелсіздіктің 25 жылдығы құтты болсын.